Берілгені бойынша кенже бірнеше көк және бірнеше жасыл түсті төрт бұрышты қиындылардан құрақ көрпе тігіпті. Көк түсті төрт бұрышты қиықтардың жасыл түсті төрт бұрышты қиықтарға қатынасы төмендегі бағаналы диаграммада көрсетілген. Төменде берілген кестеде кенженің тіккісі келген екі құрақ көрпесіне жұмсалатын көк және жасыл төрт бұрышты қиықтардың кейбір саны көрсетілген. Енді сұрақ мынандай: диаграммадағы қатынасқа сүйеніп кестедегі бос орындарды толтырайық дейді. Сонымен видеоны бірінші тоқтатып қойып, өзіңіз жауабын шығарып көріңіз. Ал біріншіден көк түсті қиықтардың жасыл түсті қиықтарға қатынасын қарайық. Мұнда әрбір 3 көк төрт бұрышты қиықтарға 1, 2, 3, 4, 5 жасыл қиықтан екен. Ендеше көк түсті төрт бұрышты қиықтардың жасыл түсті төрт бұрышты қиықтарға қатынасы 3-тің 5-ке қатынасында екен. Ал кестеде мына А деген құрақ көрпесінде 21 көк төрт бұрышты қиықтар бар дейді. Онда осы көрпеде неше жасыл төрт бұрышты қиықтардан болады екен? Жақсы, 21 шығу үшін біз 3-ті нешеге көбейтеміз? 3-ті біз 7-ге көбейтсек 21 аламыз. Ендеше біз жасыл жақтағы 5-ті де 7-ге көбейтуіміз керек. 5-ті 7-ге көбейтсек 35 болады. Себебі қатынастың әр мүшесін бірдей санға көбейтсек не бөлсек, онда біз сол қатынасқа тең қатынас аламыз. Сонда 3-тің 5-ке қатынасы 21-дің 35-ке қатынасымен тең. Ал енді кестедегі B құрақ көрпесінде 20 жасыл қиық берілген екен. Біз енді 5-ті нешеге көбейтсек 20 аламыз. 5-ті біз 4-ке көбейтсек 20 аламыз. Ендеше бізге 3-ті де 4-ке көбейтуіміз керек. Сонда 3-ті 4-ке көбейтсек 12 болады. Сонда жауабы 12 көк қиыққа 20 жасыл қиықтан болады екен. Тағы бір мысал қарастырайық. Төменде берілген диаграммада 10 кесе көк және 6 кесе қызыл түсті бояудың қоспасы көрсетілген. Қоспадағы көк түсті бояудың қызыл түсті бояуға қатынасы неше дейді. Осы видеоны тоқтатып қойып, өзіңіз шығарып көріңіз. Сонымен көрейік. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кесе көк түсті бояуымыз бар екен. 10 және 1, 2, 3, 4, 5, 6 кесе қызыл түсті бояуымыз бар екен. Ендеше бұны біз 10-ның 6-ға қатынасы деп те айтсақ болады. Бірақ бұл қысқартылмаған қатынас. Мына жерде біз қатынастың 2 мүшесінде 2-ге қысқарта аламыз. Онда 10-ды 2-ге бөлсем 5 болады, ал 6-ны 2-ге бөлсем 3 болады. Сонда 5-тің 3-ке қатынасы. Сонда мына диаграммада көрсетілгендей әрбір 5 түсті текшеге 3 қызыл түсті текшеден бар. Немесе басқалай айтқанда, қоспадағы әрбір 5 кесе көк түсті бояуға 3 кесе қызыл түсті бояу бар. Мына суреттегі бағанды диаграмманы біз теңдей 2-ге бөлсек, 5-тің 3-ке қатынасын анық көре аламыз. Мысалға, міне 1, 2, 3, 4, 5 тикті, 5 және де 3-тен болу керек мына жерде. Және де осы сызықты алып, ары қарай созып жіберейік. Міне мына жерде көк түспен бояп, диаграмманы бөліп қойдық. Сонда 5-тің 3-ке қатынасы немесе 10-ның 6-ға қатынасы екеуі де бір-біріне тең екен. Тағы басқа мысал қарастырайық. Айша мен Жамиля мақал жаттап жарысып жүр екен. Айшаның жаттаған мақалдарының Жамиляның жаттаған мақалдарына қатынасы төменде берілген мына бағанды диаграммада көрсетілген екен. Осы қатынасты негізге ала отырып, Айша 20 мақал жаттағанда Жамиляның қанша мақал жаттайтынын табыңыз. Алдымен видеоны тоқтатып қойып, өзіңіз жауабын тауып көріңіз. Ал сонымен қатынасқа қарайық. Әрбір Айшаның 1, 2, 3, 4 мақалына Жамиляның 1, 2, 3, 4, 5 мақал дайын тұрады екен. Ал егер Айша 20 мақал жаттаса, онда Жамиля неше мақал жаттаған екен? Сонда 4-тен 20 шығу үшін 4-ті біз 5-ке көбейтеміз. Ендеше Жамиля да асығып 5 есе көп мақал жаттайды екен. Оған да 5-ті көбейт қояйық. Сонда 5-ті 5-ке көбейтсем 25. Сонда 20-ның 25-ке қатынасы. Айша 20 мақал жаттаған кезде Жамиля 25 мақал жаттап алады екен.